Ноутбугыңыз ұзақ уақыт бойы қызмет ету үшін не істеу керек? Пайдалы кеңестерді келесі материалдан біле аласыздар. Бүгінде гаджеттер өміріміздің ажырамас бір бөлігіне айналды. Оларсыз жұмыс бітпейді, отбасылық кеш те қызықты өтпейді. Дегенмен кез келген қолданушы ноутбукты қалай күту керектігін біле бермейді. Сондықтан біз ұсынған кеңестерге назар аударыңыз. Компьютер начинает греться. Компьютер қызып салқындатқышы дірілдегені бұзылудың алғашқы белгілері. 10 жылдан астам уақыт жұмыс істеп келе жатқан құрылғыны тазалау кезінде салқындатқышты ауыстыруға тура келеді. Бұрын үй жағдайында ноутбук тазаламаған адамға YouTube желісіндегі видеоларды қарауға кеңес беремін. Ал оған сенімсіз болсаңыз, арнайы мамандарға немесе сервис орталығына жүгінгеніңіз абзал. Ноутбук үшін температура режимін бір қалыпта ұстау өте маңызды. Ол ыстық және қатты салқынды көтермейді. Сондықтан ауа температурасына үйренісуіне мүмкіндік беріңіз. Ал желдеткіші жақсы жұмыс істеу үшін оны тізеңізге, көрпе үстіне қоймаңыз. Клавиатураны бізге жоқ дегенде аптасына бір рет тазартып отыру керек. Мұны былай тазартамыз, ноутбугымыз бүйтіп аударамыз. Аударғанда, мысалы, мен үйде фенмен қолданамын. Феннің салқын желі болады. Феннің салқын желін қосамын, аз немен мөлшерде. Бүйтіп аударып, фенмен баяна үрлеген кезде көп шаң өзі түседі. Және де беткі экранды су салфеткамен сүртуге болмайды, ол қате. Өзінің арнайы моющий средстволар бар, специально экранға арналған, мен соны ғана қолданамын. Ноутбукпен жұмыс істегенде тамақтанбаңыз. Өйткені тамақ қалдықтары пернетақтаға түсіп, уақыт өте келе жұмысын қиындатады. Бастысы жиі тазалап, вирусқа қарсы бағдарлама орнатып, қажетсіз құжаттарды жойып отырсаңыз, гаджетіңіз ұзақ қызмет етері хақ.